Қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге жолбарыс пен тиын ертегісін назарларыңызға ұсынамыз. Ертеде бір тауда қалың орманды билеп төстеген бір жолбарыс болыпты. Ол астам әрі озбыр екен. Күндердің бірінде осы жыртқыш жолбарыс қарт аңшының құрған торына түсіп қалады. Қанша бұлқынса да шыға алмай әбден қиналып, шығудың еш тәсілін таба алмапты. Дәл осы кезде дес беріп, ағаш басында асыр салып секіріп, бір тиын шыға келіпті. Тиынды көрген жолбарыс құтқара көр деп дауыстапты. Күллі аңдардың патшасының аңшының торына түсіп қалғанын көрген ақкөңіл тиын ағаш басына секіріп жеке түсіп, жүгірген бойы жолбарыстың қасына келіп, торды тісімен қиыпты. Жыртқыш жолбарыс іштей, мен соншалықты қайратты бола тұра аңшының торына түсіп қалдым. Оның үстіне кішкентай тиынға жалынып, жалпайдым, әбден масқара болдым. Егер тиын бұл істі осы өңірдегі аңдарға айтып қойса, абыройының айрандай төгілген емес пе деп ойлапты. Сөйтіп ол орнына ұшып тұрып тиынге қарай атылыпты. Тиын, енді қайда қашасың депті ақыра. Шеңгелімен оны мыти қармап, енді мылжа болған шығарсың деп ойлаған жолбарыс. Шеңгелін жазып қарайын дей бергенде, ағаш басына әлде қайда шығып алған тиынның құйрығын бұлғақтатып: «Жолбарыс мырза, менің істеген жақсылығымды ойлағайсыз» деген сөз естіліпті. Келесіде арыстан мен түлкі ертегісін күтіңіздер.